Достар, бәрінен сәлем, қалдарыңыз қалай? Маған бір ой келіп қалды. Ой қашып кетпейінше бір айта қояйын деп жатырмын. Ой осындай. Қазақ жігіттері өздерін неге әлсіз сезінуі мүмкін? Ол физикалық тұрғыда білінеді. Ол эмоционалдық тұрғыда білінеді, және ол психологиялық тұрғыда білінеді. Ол сезіледі. Және оның себебіне менің жеке ойым, менің ойымша, неге мен оны айта аламын, өйткені менің массаж сеанстарымда көп адамдар сөйлеседі. Сол кезде талқылайтын нәрселеріміз, жағалап жүретін тақырыптар, ол жалпы ер адам өзін бір мықты сезінбеуінен. Ол тек қана өзіне деген өзінің жақсы қасиеттерін дамытпағаннан, өзін басқа адамдармен салыстырып жүріп, сенімділігін таба алмай жүрген адам. Ол сондай болады. Қазақтың ерлері көбінесе өздерін супергеройлармен салыстыратын сияқты. Негізі дұрыс, ол өте жақсы қасиет, өзін салыстырып, былай, қалай дейді, competitive way, былай өзін біреумен салыстырып жүріп, алға ұмтылу деген қасиет өте жақсы қасиет, бірақ ол егер ондай адам өз өмірінде көп ұтылыс тапса, ол әйел мен еркектің арасында да жалпы қарым-қатынасқа әсерін тигізеді. Менің айтайын дегенім, қазақтың ер адамдары әңгімелері бойынша, ойлары бойынша, олар маған айтпаса да, ішіндегі түпкі ойлары жалпы біз жаңағы ірі болғымыз келеді. Біз кинодағы бір актерлар секілді бір бұлшықеттері жаңағы тырсылдап жарылып кететіндей болғымыз келеді. Бойымыз ұзын болғымыз келеді. Жалпы қыздарға ұнау үшін біз сондай мачо, альфа болуымыз керек деп ойлайды. Менің ойым сол. Сіздер менімен келіспеулеріңізге болады. Келіспесеңіздер комментарийға астына жазып қойыңыздар, оны талқылап жіберейік. Маған басқа адамдардың ойы да қызық. Бірақ менің ойым сол. Сондықтан олар өздерін кинодағы кейіпкерлермен салыстырып жүреді. Жалпы олар ер адамдардың табиғаты андай мықты альфа түрдегі ер адам болғысы келеді. Бірақ өзінің мінезі, жалпы барлық қасиеттері бета түрдегі еркек. Ол қандай? Альфа мен бетаның плюстері де бар, минустері де бар. Альфа ол анандай ғой, қазір инстаграмдағы, бір тиктоктағы, ой, бұл әдемі, бұл шығып, бір керемет көлік, керемет машина, керемет қыздардың қасында жүретін бір бизнесі бар адам. Бірақ ол альфаның да көп өзінің қиыншылықтары бар. Ол өзін солай әрдайым ұстап жүру керек. Ол позициядан түсіп кетсе, оған ол қатты үлкен күйзеліс, стресс. Және оның стресі көп, оның жауапкершілігі көп, оның істейтін нәрселері көп. Бета типті ер адамдар әлемде жеткілікті, олар өз жұмысын білетін, оларда да көлік бар, оларда да үй бар, бәрі керемет, бірақ олар асықпай, ешкіммен қатты салыстырмай өзін сөйтіп жүреді. Бірақ біздің қазақтың бета типті еркектері, альфа типті еркектері болғысы келетін сияқты көбінесе. Өздерін сөйтіп сезінеді, сосын салыстырады, содан кейін болмай жатса күйзеледі, іштегі кортизол, жаңағы гормондар бәрі қозғалады, көп стресс алады да, жалпы ол физиологиялық тұрғыда өзің әлсіз сезінеді. Сол негізі әйел адамдарға ер адамдардың өз қалпында болғаны керек. Біреумен салыстыру дұрыс, бірақ өмірінде спорт болсын, өмірінде позитив болсын, өмірінде әйелдерге деген жомарттық көп болса, бәрі болады сіздерде. Қалай ойлайсыздар?